Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге бесікке арналған көрпешенің тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге бесіктің ұзындығы мен ені қажет болады. Менің жағдайымда бесіктің ұзындығы 80 см, тігіске мен қосымшаға 6 см беріп, яғни мақта салғандағы биіктігі бар, сөйтіп 6 см-ден еніне де ұзындығына да қосымша бердім. Осы өлшемдер арқылы матамды қиып алдын ала дайындап алдым. Енді осылай теріс бетіне айналдырып, осы төменгі жағынан 28 см-ді қақ ортасынан белгілеп аламыз. Мен кесенің көмегімен осылай дөңгелек сызып алдым. Осы дөңгелекті қиып алып тастайтын боламыз. Жан жағын тігіп аламыз. Осы маңнан мақта салуға тікпей қалдырып кетеміз. Осы жерін тікпей қалдырып кеттім. Оң бетіне айналдырып, енді осы тесікті косая бейканың көмегімен айналдырып тігіп алатын боламыз. Ол үшін алдымен инелермен түйрелейміз. Осылайша иненің көмегімен айналдырып түйрелеп аламыз. Тігу барысында бізге қиындық тудырмау үшін енді машинкада тігіп аламыз. Мінекей осылай тігіп алдым. Енді жаңа қалдырып кеткен тесігімізден мақтамызды салатын боламын. Ол үшін алдымен осылай үлпілдетіп, ашып, сосын ішіне орналастырамын. Үйде кішкене холофайбер бар екен, оны да арасына қосып жібердім, басылмай көтеріліп тұру үшін. Осылай жан-жағын бәріне мақтамен толтырып шығамыз. Содан кейін осы тесікті инемен түйрелеп аламыз. Инемен түйрелеп, осы жерін машинкамен тігіп алсаңыз да болады, немесе қолмен тігіп алсаңыздар да болады. Мен осы жерін қолмен жасырын тігіс арқылы тігіп шығамын. Егер де жасырын тігісті қалай тігілу керектігін дұрыс білмесеңіз, менің каналымда видеосы бар, қарап шықсаңыздар болады. Бесікке арналған көрпешеміз дайын болды. Осындай әдемі, жеңіл. Бесіктің жастығын және жастықшасын тігетін боламыз, екі аяғына қоятын. Ол үшін осындай видеодағыдай мен өлшемдерді алдым. Осындай бөлшектерді мен алдын ала қиып дайындап алдым. Осы видеода көрсетілген өлшеммен және осы жан жақтарынан тігіп, мақта салуға кішкене жерін тікпей қалдырып кетеміз. Содан кейін оң бетіне айналдырып, ішіне мақтамызды осылай кішкене-кішкеден алып, ішіне толтырамыз. Мінекей біздің бесігіміздің жастықшалары дайын болды. Бұл міне басына қоятын жастығы және екі аяғының астына қоятын осындай екі жастықшасы дайын. Егер видео пайдалы болса, менің каналыма тіркеліңіз, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз және осы видеоны достарыңызға, жақындарыңызға таратыңыз.